Сәлеметсіздер ме, 7-ші сынып оқушылары? Бұл видеода 7-ші сынып алгебрасы 491-ші БЖБ-ның екінші нұсқасын қарастырамыз. Берілген тапсырмалар саны 4-еу. Ал енді бірінші тапсырма. Бұл тапсырмада бөлшекті қысқартыңыз дейді. Ең алдымен бөлшекті қысқартуымыз үшін алымындағы берілген өрнектен ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығаруымыз керек. А квадрат плюс 5а куб дейді. Бұл жерден аның квадраты жақшаның сыртына шығады. Сонда 1 қосылған 5а қалады. Жақшаның ішінде бөлінген аның кубы. Енді аның квадраты мен аның кубын қысқартамыз. Аның квадраты мен аның кубы, яғни дәрежелерін азайтамыз. Үшінші дәрежеден екінші дәрежені азайтатын болсақ, аның өзі қалады бөлімінде, ал алымында 1 қосылған 5 аның өзі қалады екен. Келесі Б тапсырмасы. Алымында дәл солай. Ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарамыз. Ортақ көбейткіш бізде 3. Жақшаның ішінде x қосылған 3 қалады. Ал енді бөлімін қарасақ, x-ның квадраты минус 9. Бұл квадраттардың айырымы формуласына келіп тұр. Яғни, квадраттардың айырымы формуласын еске түсіріп алайық. А-ның квадраты минус b-ның квадраты. Яғни бұл жерде 9, 3-тің квадраты дұрыс па? Сондықтан бұл жерде екі жақшаға бөлінеді. А минус b, А плюс b. Дәл сол сияқты бөліміндегі өрнек минус 3, x плюс 3 болып екі жақшаға бөлінеді. Ал енді осы жерден қысқартамыз. X плюс 3 пен x плюс 3 қысқарады. Сонда алымында 3-тің өзі бөлімінде x азайтылған 3 деген қалады екен. Келесі екінші тапсырма. Бұл тапсырмада амалдарды орындаңыз дейді. Екі алгебралық бөлшек берілген, соларды қосуымыз керек. Ең бірінші бұларға ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім бір-біріне көбейтеміз, бөлімдерін бір-біріне көбейтеміз. Яғни x-қа x плюс 1-ден, ал x плюс 1-ге x-тан болады екен. Ал енді ортақ бөлімге келтіріп жазайын. X көбейту x плюс 1. Ал енді алымында 2-ні x-қа көбейтсек 2x, 2-ні 1-ге көбейтсек қосылған 2, қосылған 3x-ті x-қа көбейтсек 3x-тің квадраты, азайтылған 2-ні x-қа көбейтсек минус 2x болады. Енді бұл жерде 2x пен минус 2x қысқарады. 3x-тің квадраты қосылған 2 қалады алымында, ал бөлімінде көбейтіп жібереміз. X-ті x-қа көбейтсек x-тің квадраты, қосылған x-ті 1-ге көбейтсек x қалады. Бірінші алгебралық бөлшектің бөліміне қарасақ, x-тің квадраты минус 9 болып тұр. Осыны біз квадраттардың айырымы формуласына салып, x минус 3, x плюс 3 деген екі жақшаға бөліп аламыз. Ал алымында x-тің өзі қалады, минус екінші алгебралық бөлшектің өзін жазамыз. 3 бөлінген x қосылған 3. Ал енді ортақ бөлім береміз осы жерден. Екінші алгебралық бөлшекке x минус 3 жетпейді. Сондықтан да x минус 3-ті көбейтеміз. Енді ортақ бөлімге келтіреміз. X минус 3, x плюс 3. Алымында x-тің өзін жазамыз. Одан кейін минус 3-ті x-қа көбейтсек минус 3x. Минус 3-ті минус 3-ге көбейтсек қосылған 9 болады. 9. Ал енді 3 минус 3x плюс x минус 2x қалады. Ал бөлімінде x-тің квадраты минус 9 деп жазсақ болады екен. Келесі үшінші тапсырмада өрнектің мәнін табыңыз дейді. Өрнектің мәнін табуымыз үшін мына берілген ең бірінші алгебралық бөлшектің алымына қарасақ, ол x-тің квадраты минус 8x плюс 16. Айырымның квадраты формуласына келіп тұр. Оны біз x минус 4-тің квадраты деп жазып аламыз.
Ал бөлімінде x-тің квадраты минус 16 деген квадраттардың айырма формуласына келіп тұр. Сонда x минус 4 x плюс 4 деген екі жақшаға бөлінеді. Ал енді бөлуді біз қысқарта алмаймыз, сондықтан да бөлуді көбейтуге айналдырып, екінші алгебралық бөлшектің алымы бөліміне, бөлімі алымына ауысады. Енді бірден жазайық. 4x плюс 16 деген алымына өтеді. Бұл жерден ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Ортақ көбейткіш ол 4. Сонда жақшаның ішінде x қосылған 4 қалады. Ал енді алымындағы өрнек бөліміне өтеді. Сонда бұл жерден де ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Ортақ көбейткіш x, екеуіне де ортақ көбейтінді, е? Сонда жақшаның ішінде x қалады, x минус 4 қалады екен. Ал енді осы жерден қысқартып жібереміз. Бірінші x минус 4-тің квадраты, е? Мұна квадрат пен x минус 4 қысқарады. Және де x минус 4 пен x минус 4 қысқарады. x қосылған 4 қысқарып кетеді. Сонда бізде алымында 4, ал бөлімінде x қалады. x-тің орнына біз 2 санын қоюымыз керек екен. Сонда 4 бөлінген 2 тең 2 деген жауап шығады екен. Келесі 4-ші тапсырма. Бұл тапсырмада а бөлінген b тең 2 екені белгілі болса, өрнектің мәнін табыңыз дейді. Біз 2-нің астында 1 бар деп білеміз, де, сонда пропорция жасап көбейтеміз. А-ны 1-ге көбейтсек, А-ның өзі А тең 2-ні b-ға көбейтсек, сонда 2b болады. Енді бұл жерден А-ның мәні шықты, яғни А-ның орнына 2b-ны қойып есебімізді шығарамыз. Сонда 2b қосылған А-ның орнына 2b бөлімінде 2 көбейту 2b болады. Айнымалы бірдей, ал енді коэффициенттерін қосамыз. 2-2-ні қоссақ 4b қалады, ал бөлімінде 2 көбейту 2 4b. Енді 4b-ны 4b-ға бөлсек 1 деген жауап шығады екен. Берілген 4 тапсырманың бәрін орындадық. Оқушылар, сендерге пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға бөлісе өтіңіз. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын.